жаңа Қазақстанды бірге құрайық. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда. Сәлеметсіздер ме? Күндер сәтті өтсін. Не істейіндер жатсыздар? 25 қазан күні митингке шығасыздар ма? Ұранын атып шақырып жатыр ғой бізді. Оян қазақ деп тұрып. Ана мен ойлаймын да. Өткен жол оқығам. Ана негізі біздің киноларымыз Россияның цензурасыз шықпайды екен. Сонген сол біреу жазып жатыр да, өткен жол қалайша шығып қалды, үстіп қалай цензурадан өтіп кетті деп. Мен де ойланып қалғам. Одан кейін біраз уақыттан кейін басталады да. Ана оян қазақты көрсеткен кезде жаңағы тура осы музыкамен болған. Ал енді осы музыкамен біз қазақтарға оян қазақ деп митинг қажып жатыр да. Қалай ойлайсыздар? Сол бір-бірімен байланысы бар ма, жоқ па? Мен ойлаймын, байланысы бар. Вообще, жаңағы не үшін оян қазақты цензурадан өткізді? Сол намысына тиейін деп қазақтың. Осындай болыпты ғой, ата-бабаларымыз өстіп ит қылыпты ғой деп кішкене намысына тиеді. Ана, өстеді осы көкіректі көтерді. Намыс деген жақсы ғой, бірақ ана кішкене бір шетке шығып кетсе, ол уже сасық көкірек болып кетеді. Мист дейді ғой, мстить еткісіге кетеді адам. Без разницы, ол уже 100 жыл өтіп кетсе де, мстить еткісіге кетеді адам. Соған расчет жасаған. Ал одан кейін алады да жаңағыдай митингқа шығыңдар, жаңағы оян қазақты көріп алған, соны естіп алған адамдар, ойбай, осындай болып еді, мына мемлекет, без разницы, да, қалай болды, не болды, ана расчет болды на то, что қазақ топас дегенге расчет болды, да, ми жоқ, вперед десе жүре береді деген расчет болды, да. Сонымен сөйтіп ана намысты жаңағы намысқа тиіп көтеріп алды да, енді соғыс жасайын деп жатыр да бізде. Соғыс жасап, ал соғыс болған жерде бірлік жоқ қой. Бірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Ертең өстіп өзімізбен өзіміз қырылысып жатқан кезде бізге кім келеді? Дұрыс, союзниктардың армиясы келеді. Ал январда келді ғой, интернеттің жоқ, басқаның жоқ, отырмыз үйде. Келді союзниктар, не істеп алдық? Ештеңе істеп алмадық. Ал осы жолы кім кепіл береді ол союзниктар кететініне? Кім кепіл береді? Айтыңыздаршы. Негізі бұлай ойланып қараса, қай мемлекетте өзімен өзі қырылысып, гражданский война болған мемлекетте экономикасы қатты дамыған. Мына алысқа бармай көршілерімізді. Қырғызстан өзімен өзі жаңағы ойбай, анау мынау деді, ананы свергнуть етті, мынаны свергнуть етті. Экономикасы қайда? Тәжікстан гражданский война болды, неше жыл. Экономикасы қайда? Ауғанстан өзімен өзі қырылысып тастады. Экономикасы қайда? Ал енді басқа жерге қарайық. Америкада, Американың жерінде соғыс болмаған, гражданский война болды. Талай жылдан бері негрлермен бірге, қара нәсілдермен соғысқаннан кейін болған жоқ болған. Олардың экономикасы қайда? Қытайдың жерінде соғыс болмайды. Олардың экономикасы қайда? Япония, олардың жерінде соғыс жоқ. Олардың экономикасы қайда? Сондықтан ойланайық. Вперед десе, бір жерге айдаған мал сияқты жүре бермейік, өзіміздің миымызбен ойланайық. Кімге керек ол?